Елімізде аграрлық ғылымның жайы көңіл көншітпейді. Сенаторлар салаға түбегейлі өзгеріс қажет деп санайды. Айтуларынша, бұл бағытқа бөлінетін қаражат жеткіліксіз. Мысалы, дамыған елдер жалпы ішкі өнімнің 4%-ға жоғын ғылыми зерттеулерге жұмсаса, Қазақстанда бұл үлес 1%-ға да жетпейді. Соңғы 35 жылда аграрлық ғылым бірнеше рет реформаға ұшырағанымен нақты нәтиже жоқ. Ғылыми зерттеу институттары мен тәжірибелік шаруашылықтар саны 2 есе қысқарған, ал ғылыми қызметкер саны 7 есеге азайған. Қаражат тапшылығынан көп ғалым зерттеуін жалғастыра алмай отыр, сондықтан ғылыми байқаулардан тыс кемінде 5 жылға арналған қаржыландыру тетігін енгізу қажет деп санайды сенаторлар. Аграрлық ғылымын халықаралық деңгейге көтеруге бағытталған стратегиялық бастама қаражатсыз қалып отыр. Осыған байланысты сізден аталмыш бағдарламаны республикалық бюджеттен қаржыландыру мүмкіндігін қарастыруды, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің зерттеу инфрақұрылымын жаңғыртуға үкімет тарапынан нақты қолдау көрсетуді, Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы, ғылым және жоғары білім, қаржы министрліктері бірлесіп, кезең-кезеңмен бағдарламаны іске асырудың нақты тетіктерін айқындауды сұраймыз.